достар. Бүгін бізде 8 наурыз. Барлық әйелдерді, барлық Қазақстан әйелдерін, қыздарды, достарымды, құрбыларымды, барлық апайларымды, барлық әйелдерді мерекелермен құттықтаймын. Бірақ бұл жерде Нью-Йоркта 8 наурыз мерекесі халықаралық әйелдер мерекесі болып тойланбайды. Бірақ сонда да Қазақстаннан соншама көп құттықтаулар келіп жатыр. Бәрібір де біздің көңіл-күйіміз мерекелік көңіл-күй. Қазір қаланы қыдырып жүрміз. Мүмкін кішкене байқасаңыздар, мен кішкене күйгенмін. Майамидан, Орландодан кішкене күйіп келдім, сондықтан кішкене қара болып тұрмын. Бруклинде өте алыс орналасқан біздің университеттен. Өйткені кеше мысалға біз аэропорттан Бруклинге дейін 1,5 сағат жеткен шығармыз. Одан кейін Бруклиннен қайттан осы университетке дейін, Манхэттенге дейін тағы да 1 сағат жеткен шығармыз. Әйтеуір күніміздің жартысы сол метрода өтті. Сондықтан кешегі күніміз солай өтті. Бүгін енді таңертең дұрыстап тұрдық. Ана жақта баяниста келе жатыр. Баянистаның бүгін Нью-Йорктағы бірінші күні. Бүгін барлығын көрсетеміз. Кеше негізі университетті көрсетіп қойғанбыз. Бүгін біз қазір түске дейін университетте боламыз да, Колумбия. Одан кейін түстен кейін қыдыруға шығамыз. Нью-Йоркты көруге шығамыз. Күшті ма Нью-Йорк? Нью-Йорк күшті. Ауа райы тура сенің келер кезге. Иә, мен жылы ауа райы келдім. Алматыдан. Алматыдан күшті ауа райы алып келдік Баян. Достар, бүгін жақсы ашық ауа райын пайдаланып сіздерге Колумбия университетінің жалпы жақсылап көрсетейін. Мынау мысалға оның ең негізгі кіреберісі. Мына ғимараттардың барлығы осы Колумбия университетіне қарайды. Ал мына жерде Барнард университеті. Біз бұл жаққа тамақ ішуге барып едік. Бұл яғни Бродвей және де 116-шы көшелердің қиылысында орналасқан. Қазір біз жолды өтеміз. Кеттік. Мынау Пулитцер деген мысалға ғимарат. Жерде адамдар суретке түсіп жатыр. Мынау негізгі кіреберісі. Мынау негізгі ғимарат, бұл ректорат сияқты біздің, бұл бірақ бұрынғы кітапхана болған. Ең ескі, ең көне ғимараттардың бірі. Бүгін күн өте ашық, студенттердің барлығы далада. Әдетте студенттердің барлығы ары-бері тез өтіп кетеді. Мына айналада ешкім жоқ сияқты болып көрінеді. Ал бүгін адамдар өте көп. Тіпті ана жақта біреулер суретке түсіп жатыр. Ана жақта адамдар отырып тамақ ішуде. Ана жақта өздерінің ғимараттары бар. Және де ана жақта. Маған бір ұнайтыны осы Колумбия университетінің айналасында мынандай шөптер, ағаштар көп. Күшті отырғызылған. Меніңше бұның барлығы жайқалса, одан да әдемі болады. Мынаның барлығы әр факультет сайын, әр факультеттің өзінің осындай ғимараты бар.
Square'га келдік. Бүгінгі Times Square'дың келбеті мынандай. Кішкентай ойыншықтар жүр, толып. Бүгін сенбі күн болғандықтан адамдар мына жақта өте көп. Бәрі қыдырып жүр. Мынау алдарыңызда тұрған Baba Gump Shrimp, Forrest Gump фильмінен алынған. Сол жақтағы фильмдегі, сол Forrest Gump'тың ойындағысы жаңағыдай креветка рестораны. Baba Gump Shrimp. Бір күні міндетті түрде кіру керек осы жаққа. Times Square'да мынандай ойыншық анимационный киімдер киіп алып, суретке түсетін адамдар өте көп. Түскім келмесе де өздері түседі, одан кейін сол үшін ақша сұрайды олар. Осылай күн көріс. Күн көреді. Фаза даф. Мына жерде бүкіл адамдар кезекке тұрып жатыр. Кезектің басы ана жерден басталады, соңы мына жерден адамдар тұрып жатыр. Былай айналып, мына жаққа дейін. Біз білмейміз не болып жатқанын, бірақ бір қызығы осы американдықтар кезекке жай тұра береді. Оларға ол кәдімгі нәрсе сияқты. Мысалға біз ондай нәрсеге шыдамаушы едік. Андай ұзын кезектерге тұру деген нәрселерге. Оны біз Орландода да көрдік. Аттракциондардың барлығына адамдар кезекке тұра береді. 1 сағат тұра ма, 2 сағат тұра ма, олар үшін ол кәдімгі қалыпты жағдай. Біз болсақ шыдай алмай 20 минут тұрғанның өзіне. Top of the heap, it's up to you.